Өткен жылы Нөкіс қаласындағы бақшалардың бірінде болған уақиялар бойынша тарқалған видеолардан дерлік хамменің хабары бар. Бұл бойынша судланушыларға, яғни 2 тәрбиешіға суд үкімі оқылған. Бірінші инстанция судының үкіміне көре, бір тәрбиешіға Жинаят кодексінің 110 статьясы менен, ал екінші тәрбиешіға Жинаят кодексінің 104 һәмде 110 статьялары менен еркінен шектеу жазасы тағайындалған. Бұл үкімде мені қызықтырған бір тәрепі бұл судланушылардың көрсетпесі. Яғни олар балаларды ұрған мойындаған, олардың бірі шаңырақлық мәселелерге ашуланып жүргенлігі себепле балаларды ұрғанлығын айтып өткен. Сондай-ақ бұлардың, яғни тәрбиешілердің екеуі де сол бақшада бұйрықсыз, яғни рәсми болмаған түрде жұмыс істеп келген. Сондай-ақ бұл бақшада жұмыс талабының ауырлығы, яғни сағат азанғы 8-ден кешкі 7-8-ге шейін жұмыс давам еткенлігі себепле шаршайтұғылығын айтып, әмде сол себепле эмоцияға беріліп, балаларды ұрып қойғанлығын айтып мойындаған. Бұл жағдайда тек қана тәрбиешілердің әрекеттеріне құқи бақа беріп қоймастан, бұл системаны түптен үйреніп шығу керектігін көрсетеді. Яғни бұл жерде бұйрықсыз жұмыс істеу халатлары бар, сондай-ақ жұмыс уақытынан тысқары жұмыс істету халатлары бар, һәмде шаңырақлық мәселелердің жұмысқа байланыстырылып отырған жағдайлар бар. Сондықтан бұл жағдайды сапыластыру үшін һәмде келешекте бұндай жағдайлар болмау үшін бұл системаны түптен үйреніп шығып, нәтижелі әрекеттерді әмелге асыру керек деп ойлаймын.